Ең көп күнбағыс майы мен вермишель қымбаттайды. Жанармай бағасы азық-түлік құнын қаншалықты өсіреді? Тәуелсіз талдау нәтижесін сала сарапшылары да растады. Датаметрик редакциясы 2017-2023 жылдар аралығында ай сайынғы статистикалық деректер негізінде регрессиялық талдау жүргізген. Соның нәтижелері бойынша дизель отынының қымбаттауы белгілі бір азық-түлік тауарларының бағасына әсер ететіні анықталған. Редакция сарапшыларының есептеуінше, жазғы дизель құны 1 теңгеге қымбаттаған кезде әлеуметтік маңызы бар тамақ түрлері 1-ден 14 теңгеге дейінгі аралықта қымбаттайды. Дегенмен ұлттық статистика бюросының ай сайынғы мәліметіне қарағанда, азық-түлік бағаларында өзгеріс аса байқалмайды. Тіпті күнбағыс майының ақпандағы орташа көрсеткіші сәуірде біршама төмендеген. Алайда бұл жерде екі мәселені атап өтуіміз керек. Біріншіден, 2021 жылмен салыстырғанда 2022 жылы жұмыртқадан басқа азық-түлік өнімдерінің негізгі топтары бойынша тұтыну көлемі төмендеген. Оның ішінде сүт және сүт өнімдері топтары бойынша 6,9%-ға, нан өнімдері мен жарма өнімдері 4,3%-ға, ет және ет өнімдері 5%-ға кеміген. Екіншіден, ресми статистика азық-түліктің тек әлеуметтік маңызы бар 19 түрін ғана есепке алады. Тасымал шығыны Еуропада 3-4%, бізде 13-14%-ға дейін барады. Ауыл шаруашылығы саласының белгілі сарапшысы Төлеутай Рахымбеков әңгіме болып отырған болжамның расқа айналарына сенеді. Өйткені дизель қымбаттағанда азық-түлік бағасының өсетіні сөзсіз. Маманның сөзінше, ол 3 түрлі жағдайда ықпал етеді. Біріншіден, жер жырту, егістік егу, өнім жинау, шабындық кезінде комбайн, тракторлар шығыны бар. Екіншіден, егістікке пестицидтер, тыңайтқыштар әкелу керек. Оны жеткізу үшін де дизель пайдаланады. Мысалы, Жамбыл облысынан солтүстікке фосфор тыңайтқыштарын жеткізу шығыны көп болады. Көлікпен болсын, теміржолмен болсын, қай-қайсысына да дизель керек. Осы жерде айта кететін Қазақстанның бір ерекшелігі бар. Жер көлеміміз үлкен, ауылдық, елді мекендер арасында алшақ, халықтың қоныстану тығыздығы көп емес. Осы орайда өнімнің өзіндік құнының ішінде тасымал шығынының үлесі Еуропада 3-4% болса, бізде 13-14%-ға дейін барады. Үшіншіден, өндірілген өнімнің қайта өңдеуі бар. Мысалы, ұн өндірісінде шығынның 10%-ын электр қуаты алады. Сол электр қуатын өндіруде де жанар-жағармайдың үлесі бар. Төртіншіден, өңделген өнімді тасымалдауға да жанар-жағармай құны әсер етпек. Дегенмен маманның сөзінше, жанар-жағармай 12 сәуірде қымбаттағанымен, азық-түлік бағасы тура ертесіне артып кетеді деген сөз емес. Мұндайда лаг уақыты деген термин бар. Әртүрлі жағдайдың нарыққа әсер ету мерзімі әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, сүтті мамырдан бастап жинайды. Бидай күзде жиналса, етте басқаша. Мал көбіне қыста сойылады. Одан бөлек әр өнімнің қымбаттайтын кезі бар. Мысалы, еттің қымбаттайтын кезі наурыздың ортасы мен маусымның ортасы. Көкөніс пен жеміс-жидек бағасы қарашадан маусымға дейінгі аралықта өседі, дейді Төлеутай Рахымбеков. Фермерлерге шығынға жұмыс істеуден басқа жол жоқ. Қазақстан фермерлер қауымдастығы Шығыс Қазақстан облыс филиалының төрағасы Мейір Әбітаевтың пікірі де осындай. Оның айтуынша, үкімет дизель отынның азық-түлік бағасы онсыз да шарықтап тұрған шақта да қымбаттатып отыр. Демек, азық-түлік әрі қарайда кем дегенде 20%-ға құнын арттырады дейді. Бірақ біз айналысатын салада бәрі керісінше болып тұр. Мысалы, бидай өнімдеріміз 100%-ға дейін арзандады. Сүтпен де айналысамыз, ол да бүгін-ертең арзандауы мүмкін. Өйткені Ресейден бидай көп келіп жатыр. Қазір 2 апта болды, тек теміржол арқылы ғана кіргізіледі. Оның өзі де бізге біраз көмек дейді ол.